Сәлем достар! Бүгінгі тәжірибеде RGB жарық диодымен танысамыз. RGB жарық диод бұл үш түсті жарық диод. R red қызыл, G green жасыл, B blue көк. Бұл үш түстің барлығы бір корпуста біріктірілген. Әр түстің жарықтығын өзгерту арқылы RGB жарық диод түрлі түсті жарық эффектілерін, әдемі түстерді көрсетеді. Бұл тәжірибеде сіз RGB жарық диодын Arduino'ға қалай қосу керектігін және оны қалай басқаруды үйренесіз. Ол үшін қажетті компоненттер: Arduino микроконтроллері, RGB жарық диоды, 220 Ом резистор, жалғауыш сымдар, макет платасы. Өткен сабақтай жаңа схема құрып, оған RGB жарық диод деген атау беріңіз. Қосылу схемасы. Бұл тәжірибеде RGB жарық диодын 3 анодын, яғни плюсын, қызыл, жасыл, көк 220 Ом резистор арқылы Arduino'ның 9-шы, 10-шы, 11-шы пиніне қосамыз. RGB жарық диодтың катодын, яғни минусын, жалпы ГНД-ге жалғанады. RGB жарық диодын жыпылықтауы үшін Arduino'ға оны қосып өшіруді басқаратын бағдарламаға жазу қажет. Қалауыңызша бағдарламаны өзіңіз жазыңыз, немесе төмендегі сілтемеге басып, скетчті көшіріп алсаңыз болады. Симуляцияны іске қосқаннан кейін RGB жарық диод жыпылықтап, әртүрлі түстерге ауысатынын көресіз. Ал енді тапсырма. Уақыттық кідірістерді өзгертіп көріңіз. Жарық диодтың жыпылықтау сипаты қалай өзгеретінін бақылаңыз.